Облыстық кәсіпкерлер палатасы және Оңтүстік Қазақстан облысының прокуратурасы бірлесе жұмыс жасау жөніндегі меморандумға қол қойды. Қол қойған қос тарап бірнеше бағыттарда жұмыс жасауға келісті. Атап айтқанда, кәсіпкерлікті қорғау саласы бойынша Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын жетілдіру, әкімшілік кедергілерді жою және рұқсат беру рәсімдерін оңтайландыру, мемлекеттік сатып алу саласындағы құқық бұзушылықтарды анықтау, алдын алу, заңсыздықтардың жолын кесу мен оларды жою, және мемлекеттік органдарды, табиғи монополия субъектілерін, сондай-ақ квазимемлекеттік компанияларды кәсіпкерлер құқықтарының сақталу мәселелеріне қатысты прокуратура органдары мен Оңтүстік Қазақстан облысының кәсіпкерлер палатасы өкілін байқаушы ретінде қатыстыра отырып, өткізілетін тексеру жоспар кестесін бекіту. Қазір дежурный кезекші міндетін атқаратын жұмыс қызметкерлеріміз бар. Олар 24 сағат отырып, сол жерде келген арыз шағымдарды қарап, сол жерде кімнің қайға, кімге кіруі деген шешеді. Сондықтан мен сізге енді кезекшіге бар, немесе орынбасарыма деп айтып қойын. Маған кез келген кезде келіңіз. Қазір біз осында отырған азаматтардың бәріне өзіміздің жұмыс телефондарымызды береміз. Сосын осында айтып отыр ғой, міне палата арқылы да қазір кез келген уақытта сіздің осында отырған, әсіресе палата мүшелерінің қоям деген мәселелер болса, оны біз талқылауға әзірміз. Ауылдың иті ала болса да бөрі келгенде бірігеді деген осы болса керек шамасы. Өйткені кәсібін жөнге қойып, алдағы мақсатына жетуге тырысқан кәсіпкерді тосыннан келген тексеру білгенінен жаңылдырады. Бүгінгі жиынның мақсаты да осы. Облыс прокуроры осылай деді брифингте. Кәсіпкерлерді қорғау туралы елбасы тапсырма берген кезде басқа бір орган емес, прокурор органдарына берді. Өткенде сіз оны естісіңіз. Қазір заңға өзгерістер кіргізу. Осы жаңағы әкімшілік барьерлер деп айтып отыр ғой, бағанадан бері. Соның жолын азайту, осыған кез келген ұсынысты біз қабылдап, қазір соны бас прокурорға жеткізіп отырмыз. Көп түкірсе көл демей ме? Жиында облыстың бас прокурорына кәсіпкерлер тарапынан ұсыныстарды айтылды. Сондай-ақ мен айтайын дегенім, сол сіздер үлкен прокурорлық шаралармен кәсіпкерлерге жәрдем берген кезде сол туралы мынау СМИ-да дейміз ғой, ақпарат құралдарында жазылып жатады. Бірақ сол аздау жазылады да, сол егер көбірек жазылып жатса, халықтың сенімі, кәсіпкерлердің сенімі одан сайын арта береді. Құрылғаннан небәрі бір ай болған палатаның бүгінде атқарған ауқымды істері жетерлік. Палата басшысы Нұржан Әлтаев алдағы уақытта кәсібін дөңгелеткен іскер азаматтарға қолдан келген көмегін аямайтынын жеткізді. Нұрсұлтан Тұрысбеков, Әділ Самаликов, арнайы ТВК үшін.